Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті жетісулықтар. Бұл үндеуді еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа және жоғарғы аудиторлық палатаның басшылығы Смайылов Әлихан Асханұлына жолдағым келеді. Мен осы тұрғында жүгіріп жүргеніме міне 2-3 айдың жүзі болды. Сонда елдің құқығын қорғады деп, халықтың мүддесін, халықтың ақшасы үшін сұрау жасады деп, мен өзімді әбден қыспаққа алып, көптеген қоқан-лоқы көрсетіліп жатыр. Менің сыртымнан Қазпошта басшылығы еркек бастарымен барлығы өсек айтады. Сонау Самұрық-қазынаға шейін барып, мен нәтиже шығармады деген өсек айтудан тайынбай, ұялмастан өздері заң бұза тұра, мен халықтың ақшасы сұраған үшін кінәлі болып жатырмын. Не деген ұятсыздық, не деген бассыздық, не деген еркектердің ұсақталып кеткен деңгейі мені таңғалдырды. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, акционерлік қоғам Қазпошта Әсел Жанасова ханымға бірнеше рет барған хаттарымды да көрсете аламын. Қазір сіздің кеңесшіңіз болып кетті ғой. Ол кісі әлбетте енді біз не десек те бізге қарсы әрекет пайдаланатынын көріп отырмыз біз. Қазіргі Қазпошта басшылығы тағы да жеке қабылдауға бас тартып отыр. Сонымен қатар Самұрық-қазына басшылығына бардық, немқұрайлы қарап отыр. Халықтың сонда ақшасы жақсы да өзіміз жаманбыз ба? Тек қана жоғарғы аудиторлық палата басшылығы осы менің айтқан сөздерімді негізге алып, бүгінгі күнде тексеріс жүргізіп жатыр деп жауап беріп отыр. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, бұл жерде қандай шикілік бар? Өздері өзінің ішінара аудиторлық тексеріс жүргіздік деп 28 сәуірде аяқталды деген анықтама беріп, оның ішінде аудиторлық есептік жаңағы негізде шешім шығарып қойған, бірақ оның ішінде бірнеше адамдар жасырылып қалған туралы ақпарат менде бар. Оны қазір жоғарғы аудиторлық палатаға апарып Астана қаласына тапсырып беремін. Сонда Қазпошта басшылығы өздігінен сотсыз, тергеусіз, өздерінің құқықтарын асыра пайдаланып қызметтерін, бір адамды сотсыз, тергеусіз кінәсі бар деп, біреуінің кінәсі жоқ деп шеше салатты, біреуінің жаңағы қызметін жоғарылатады, біреуін жаңағы қызметтік бабында заң бұзды деп бап бойынша жұмыстан шығарып жібереді. Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес 14-ші бабына сәйкес ешқандай адам ешқандай жаңағы негізде қудалана алмайды. Сотсыз, тергеусіз ешкімнің кінәсі дәлелденбегенше олар кінәсі деп саналады. Осындай жаңағы бірнеше заңның жаңағы баптарын бұзып, ары қарай басшы болып отырған адамдарға таңғалып тұрмын. Еркек бастарымен, егер олардың жоғары жақта қолдаушысы болса, қалтарында ақша болса, бір-бірімен байланыс болса, мен сияқты журналисті әбден қудалауға алуы мүмкін екеніне міне мен сіздерге тірі дәлелмін. Өздері қанша заң бұзып отыр. Кеше ғана өздерінің инкассациялық машиналары Қазпошта акционерлік қоғам Талдықорған қалалық филиалы бойынша 8-5 жуық автокөліктері халықтың ақшасын тасымалдаумен айналысып 2 жылға көлемінде техникалық байқаудан өтпеген. Міне заңға деген құрмет қандай. Ал енді филиал басшысы Есенқұлов Данияр Айварұлы осы жылдың 25 жылдың мамыр айының 1-нен бастап тағайындалған басшы бүгінгі күнде 30-дан аса жұмысшы жұмыстан шығарылды. Сонда бұл кісі ғана ақылды да сондай 30 адам аяқ астынан кінәлі бола қалғанда. Енді қазір өзіне ұнамаған адамдардың бәрін кінәртіп, бастарына барынша жаңағы сотсыз, тергеусіз өздері ақша іліп беріп, сотсыз, тергеусіз өздері кінәлі деп шығара салып, өздеріне ұнаған адамдарды шын кінәсі бар. Бүгінгі күнде мен шығарып тұрмын. Екі жақтың да тарапы кінәсі бірдей болып тұрған адамдарды жасырып қалып, аудиторлық есепке кіргізбей, өздігінен шешім шығара салғанын қалай атауға болады? Мен ойлаймын, бұл өзінің қызметін асыра пайдаланды деп ойлаймын. Қазақстан Республикасының заңына құрмет көрсетпеді деп ойлаймын. Сонымен қатар еркек бастарымен мені өсектегенше өздеріңіз міндеріңіз неге жөндеп алмайсыздар? Данияр Айварұлы, сіз өзіңізді заңгермін деп білсеңіз, өзіңіздің жүргізушіңіз 7 жылға жүргізуші көлік жаңағы куәлігінен айырылып соттың шешімімен соңғы 3 жылда оның арасында 1,5 ай сізді тасып жүр. Мысалы, тасымалдаумен айналысып жүрген жүргізушіңіз жүргізу куәлігі жоқ. Сонда сіздер Қазақстан Республикасының заңын қалай құрметтейсіздер? Сонда сіздерде ақша бар екен деп, сонда сіздерде таныс бар екен деп, жоғары жақта бір-бірлеріңізді қолдап кетті екен деп, Қазақстан Республикасының барлық заңнамалық тұрғыда заң бұзушылықтарына барасыздар ма? Қазақстан Республикасының кодекстерінің көптеген баптары бұл жерде бұзылып тұр, бірақ менің қолым қысқа, мен журналистпін ғой. Қасым-Жомарт Кемелұлы, мен шындықты айтқан үшін кінәлі болдым. Бүгінгі күнде Қазпошта басшылығы, Самұрық-қазына басшылығы бір-бірімен ауыз жаңағы келісу арқылы, ауызша сөйлесу арқылы, бір-біріне қолдау көрсету арқылы көптеген дүниені жасырып қалғанын көзім көріп тұрса да, дәлел көрсетіп тұрсам да, адами тұрғыда халықтың ақшасы жақсы да, өздерінің жаман деген позиция ұстап отырғандай болып көрінеді. Сонымен қатар қазіргі кезде енді жоғарғы аудиторлық палата тексеріске кірісті. Енді осы тұрғыда объективті түрде тексеру болады деп ойлаймын. Халықтың мүддесін айтқаным үшін
кінәлі болсам, мен оған дайынмын. Менің сыртымнан Қазпошта басшылығы бірнеше мәрте маған қоқан-лоқы көрсету арқылы арыз жазған болатын. Оны көтерсеңіздер де болады. Ал мен жұмысымның 1,5-2 айдың көлеміндегі жұмысымның нәтижесі оларға 6 миллион айыппұл тағылды. Кеше 6-7 көліктеріне айыппұл, жаңағы административный протокол дейді ғой, хаттама толтырылып, оларға жаңағы штраф дейді ғой, айыппұл салынды. Сонда бұлар айыппұл неге салынады? Бұлар заң бұзғаннан кейін салынады. Сонда мен айтпасам, бұлар ары қарай да техникалық байқаудан өтпей, техосмотр өтпей жүре беретін жайы бар да. Халықтың ақшасын тасиды, 2 жыл тасымалдаумен айналысады. Жүргізушілері жүргізу куәлігінен соттың шешімімен айырылса да, барлық негізде заңды таппай отыра жүре береді. Оларға заң жоқ екен. Сонда Қазақстан Республикасының заңын құрметтемесе, халықтың шындығы үшін айтқан журналисті қудаласа, бір-бірімен ауыз жаласу арқылы көптеген дүниені таптап отырса, біз сонда неге үндемей қалуымыз керек? Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, және барлық құзыретті органдардың басшылары, бас прокуратура, жоғарғы аудиторлық палата, сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік, осының барлығы осы дүниені көре отыра, әрқайсыңызға хат жолдаймыз, дәлелдеме көрсетеміз. Сіздер қосылып, халықтың мүддесін менімен қорғап берулеріңізді сұраймын. Егер кінәлі тарап 18-20 адам ба, 18-20 адам бірдей сол аудиторлық шешімде болу керек те, бірдей жаза алу керек деп есептейміз. Жоғары жағынан бастап барлық тексеріске жаңағы сәйкес болып, өздеріне керек жақты ғана тексеріп, өздеріне керек адамды ғана жауапкершілікке тартуды қою керек. Сіздер заң емессіздер, сот емессіздер, прокуратура емессіздер. Сіздер өздігіңізден қызметіңізді асыра пайдаланып, біреуін жоғарылатып, тура сондай қылмыс жасап тұрса да, ал біреуін жаңағы по статье дейді ғой, баппен жұмыстан шығаруды доғару керек. Сізге ондай құқықты ешкім берген жоқ. Заңсыз, соттың шешімінсіз, тергеусіз ешқандай шешім қабылдауға құзыреттеріңіз болмаған еді. Оның ішінде бірнеше адамдар жасырып қалғандарыңыз туралы мен арнайы ақпарат тауып, оны жаңағы тексерушілерге беріп қойдым. Егер осы факт дәлелденген болатын болса, барлықтарыңызды жұмыстан шығаруға және үстілеріңізге қылмыстық негізде шара қолдануға негіз бар ма деп ойлаймыз. Себебі халықтың ақшасын, халықтың мүддесін шын қорғасаңыз, бір тараптан ғана емес, өзіңізге ұнаған тараптан ғана емес, өзіңіз қалаған шекте ғана емес, барлығына бірдей әділетті, объективті түрде қарау керек деп ойлаймыз. Сондықтан еліміздің президентінен және аудиторлық палатаның басшылығынан осы тексерісті негізге алып, Қазақстан Республикасының барлық заңнамалық тұрғыға сәйкес барлық тексерулер жүргізіп, егер халықтың мүддесінен қатеге кеткен болса, шын мәнінде 18-20 адам кінәлі болып, бірақ оның ішінде 4-еуін ғана жұмыстан шығарып жіберген ақпарат болатын болса, ол дәлелденген болатын болса, басшы өзі заңгер деп танылып тұрса, осындай заң бұзушылықтар болатын болса, өзінің жүргізушісі күнде өзін тасымалдап жүрген жүргізу куәлігінен 7 жылға айырылып кетіп, бірақ біз жаңағы бұйрығын көтердік, ол жерде соңғы 3 жылда ол кісі жүргізуші, механик, басқа да қызметті атқарған болса, сіздер сонда қандай заң бойынша жұмыс жасайсыздар? Бірде-бір көліктеріңіз, инкассациялық жаңағы көліктеріңіздің ешқайсы техникалық байқаудан соңғы 2 жылда өтпесе, сонда сіздер немен айналысып жүрсіздер? Қандай заңмен жұмыс жасап жүрсіздер сіздер? Соны айтқан біз неге кінәлі болуымыз керек? Неге халық сіздерден халықтың ақшасы үшін сұрақ қоюға болмайды? Неге сіздер халықтың мүддесін қорғамайсыздар? Іштен өсек айтқанша бір-бірлеріңізге жалған ақпарат беріп, қызметтік бабын асыра пайдаланып, бір-бірлеріңіздің қызметтеріңізді жоғарылату барысында неше түрлі өсек тасығанша, Қазақстан Республикасының заңын құрметтеп, президенттің саясатына сәйкес жұмыс жасауларыңызды сұраймын. Менің сыртымнан өсек айтпай қойыңыздар. Өздеріңізді жөндеп алыңыздар. Өздеріңіз заңды белшесінен басып тұрып, біреуге өсек айтқандайсыздар ма? Сіздерге ондай құқықты ешкім берген жоқ. Және де сіздердің үйлеріңізге барып ешкім ештеңе сұрап тұрған жоқ. Барлықтарыңыз аяғында тексеру нәтижесінде мен сенемін, ақиқат бар. Кімнің жағдайы қазір қандай, кім өзіне осы уақытқа шейін халықтың арқасында жағдай жасалып алғаны көрініп тұратын болатын болса, сіздерге жаңа қолданатын шара басқа ма деп ойлаймын. Сондықтан біреудің мінін көргенше, біреудің өзіне өсек айтқанша еркек бастарыңызбен өздеріңіздің кеудеңізді ұрып өстіп, мен заңгермін дегенше заңды шын құрметтеңіздер. Содан кейін қызметтеріңізді асыра пайдаланғанша, анау жоғары жақпен жалған ақпарат беріп, бір-бірлеріңізді қолдағанша, шын мәнінде халықтың үнін естіп, жаңа Қазақстанда сондай заң президенттен үлгі алу керек қой. Президент айтады ғой, халыққа жақын болып, халықтың үнін мұқтажын тыңдаңыздар деп. Сіздер ескі Қазақстанда қалып, халықтың жанайқайын естімей, халықтың сөзін тыстап тыңдамай, бір жақты ғана шешім шығарып жатсыздар. Сіздерге де бір жақты шешім қабылданып, ертең халық болып, сіздердің барлықтарыңызға шара қолданады деген сенімдемін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіз осы бағытта дұрыс шешім қабылдап, осы уақытқа шейін
менің айтқан арыздарымның барлығының негізінде дәлел табылғаны ақиқат болса, осы тұрғыда да шешім дұрыс болады деп сенемін мен. Мына жерде полиция қызметкерлері акционерлік қоғам Қазпочта филиалының инкассаторлық көліктердің ешқайсына техникалық байқау құжаттары 2 жылдың жүзінде жасалмағандығын анықтап, қазір міне тоқтап, құжаттарын сұрап, жаңағы әкімшілік хаттама толтырылып жатыр. Ал енді Қазпочта қызметкерлері бірден дөкей көкелеріне звондап, телефон арқылы осы мәселені әбден шешіп үйреніп қалған. Міне Қазпочта басшылығын тасымалдайтын қызметтік көлік, осы жердегі жүргізуші 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылған мыс деген ақпарат келді. Қазір енді тоқтатып, сол ақиқатқа жанаса ма, соны тексереміз. Анау сіз емес аға, өтіп праваны бермей қойыңыз бізге. Сізде шоның праваңыз жоқ. Арнайы тұрақта. Басты передачу білесің мысалы. Сіз қайдан тұрмыз автобус, дұрыс емес пе аға? Авто күтіп береміз аға, машина арнайы тұраққа апарамыз. Айда. Аға, отырыңыз ардағын автобус. Мына далдыға емес аға. Қазпочта басшылығын тасымалдайтын қызметтік көлік жүргізуші сенімді түрде соңғы 3 жылда жүргізуші болып келе жатыр. Міне басшылығы бәрі терезеден бақылап, барлығы көріп отыр. Осы мәселені біліп келген. Жүргізуші 7 жылға жүргізу куәлігінен айырылса да, бөтен біреудің жүргізуші куәлігін көрсетіп, сенімді түрде барлығын осы уақытқа шейін заңды белшесінен басып. Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті жетісулықтар, міне Қазпочта ғимаратының алдында тұрмыз. Бүгінгі келіп түскен ақпарат бойынша өздері бүкіл елге заңды көрсетіп, бүкіл елді кінәлап, жан-жаққа неше түрлі ақпараттар айтқанда сондай, мына Қазпочтаның бірде-бір инкассатор көліктері, күнделікті халықтың ақшасын таситын көліктің бірде-біреуінде техосмотр жоқ. Көбісінде страховка жоқ екен. Бұның барлығы заң талаптарын орындау ғой. Яғни Қазпочта басшылығы біздің Қазақстан Республикасының заңының бірде-біреуін орындамайды деген дәлел бар секілді. Сондықтан қазір бүгінгі күнге қанша, сонымен қатар жаңағы бірінші басшының жүргізушісін тоқтаттық. Ол кісіде мүлдем жаңағы жүргізуші куәлігі жоқ екен. 7 жылға жаңағы соттың шешімімен жаңағы айырып тастаған болып тұр. Жаңағы жүргізуші көлігінен. Соған қарамастан ары қарай күнделікті басшыларды тасымалдаумен айналысып жүр. Яғни Қазпочта басшылығы ешқандай да заң талаптарын орындамайды. Біздің халқымызды, елімізді сыйламайды деген сондай бір күдік ұялады, е? Сондықтан Қазпочта басшылығы қарапайым халықтың ақысын жеп, көп жерде мысалы халыққа кінә артып атқанша, өздеріңіз заң талапында жұмыс жасасаңыздар болмай ма? Бүгінгі күнде, қазір аяғындағы жұмыс күнінде жұмыс немен аяқталғанын қазір сіздерге айтып отыратын боламыз. Бізге келіп түскен тағы да бір ақпарат, Талдықорған қаласының орталығындағы сауда үйлері бар, Шаған Евразия. Сол жерде Қазпочта басшылығы, болмаса қызметкерлері өздеріне бір арнайы бөлімше ашып алған. Франчайзингтегі осы Қазпочтадан кеткен, үлгерілмей қалған, басқа да жаңа посылка дейміз ғой, адамдардың тапсырыстарын жеткізу сол нүктеге жіберіледі. Яғни ол жақтан табыс, яғни бизнес көзіне айналдырып алған ғой, е? Бүкіл Қазпочтаның жаңағы іштегі системасын бәрін біліп отырып, өздеріне солай жеке-жеке бизнес жаңағы орталықтарын ашып қойған деп естідік. Қазір видеосын күтіп отырмыз. Видеосын да жібергеннен кейін жариялап, оны көрсететін боламыз. Осы ақпаратты да тексеріп, егер сол Қазпочта басшылығы мен қызметкерлерінің тарапынан сондай жеке бизнеске айналдырып алған болса, енді ол да бір тарап ретінде тексерілуге қажетті ақпарат деп ойлаймыз. Міне Евразия сауда үйінде осылай Қазпочта басшылығы мекен, қызметкерлері мекен осындай өздеріне бизнес көзін ашып алған мыс деген ақпарат бар, соны тексеру керек. Қазпочтаға келіп, посылкамды алып кетуге келсем, алды деген кір сұмдық. Есенқұлов Данияр Айбарович кешке шейін мені бастан аяқ әңгіме қылып, оны жан-жаққа таратып, неше түрлі айтқанша өз жұмыстарыңызды, сізден тек қана жұмыс талап етіп отырмыз ғой, соны жасасаңыздар болмай ма? Қазір алдындағы тазалықты көресіздер. Жұмыс жоқ болғаннан кейін сондай нәрсемен айналысатын шығарсыздар. Нақты жұмыс жасайтын адамның басқа ештеңеге уақыты жоқ қой негізі.
Еркек бастарыңызбен өсек айтқанша, мінекей осындай тазалықты, халықтың ақшасы кеткен дүниенің бәрін осылай шаң-шаң қып тастай салмай, осы жақтардың бәрін бір тазалығына көңіл бөліп, елге қызмет ету жолында өз жұмыстарыңызды жасасаңыздар дұрыс болатын еді. Өсектің бәрін тоқтатып, мінекей, мына банкоматтарыңыз үнемі жұмыс жасамайды. Бәрі шаң, кір, топырақ, мінекей. Осының бәріне мән берсеңіздер, осының өзі бір халыққа қызмет етуі, қараңызшы, кірі деген ағып тұр, мінекей. Осының бәрін